Саламатсыздар ма, студенттер? Экологияда биоиндикациялық зерттеу әдістері пәні бойынша 10-шы дәріс. Дәрістің тақырыбы атмосфералық ауа жағдайының биоиндикациясы мен биоиндикаторлары. Дәрістің жоспары атмосфералық ауаның ластануын биоиндикациялық әдістер бойынша зерттеу, ауа ластануының организмдер тіршілігіне әсері, өсімдіктер атмосфералық ауа көрсеткішінің индикаторы ретінде. Қазіргі кездегі қоршаған ортаның ластанулары ғаламдық экологиялық проблемаларға алып келді. Қазіргі таңда қалалардың тез қарқынды өсуі, өндірістің қарқынды дамуы, автотранспорттардың көбеюі қоршаған ортаға, яғни тірі ағзаларға, адамдарға ерекше қауіп төндіруде. Қазіргі тарихи кезде қоғамның дамуы бұл табиғатпен үйлесімділігі, яғни өте өзекті мәселеге айналуда. Қазіргі таңда атмосфералық ауаның ластануы бүгінгі күннің өзекті мәселелеріне айналып отыр. Атмосфера құрамындағы оттегі мен көмірқышқыл газының тұрақты болуы жалпы ауа бассейнінің тепе-теңдігіне әсер етеді. Оттекті өндіруші көздер бұл жасыл өсімдіктер әлемі. Осы жасыл өсімдіктер әлемінде жүретін фотосинтез процесі. Егер атмосфералық ауада көмірқышқыл газының мөлшері өзінің шекті мөлшерінен көбейетін болса, ол тірі ағзаларға теріс әсер етеді. Сондықтан ауа құрамында негізгі екі газдың тепе-теңдік мөлшері қатаң сақталуы тиіс. Биоиндикация бұл биологиялық жүйелер көмегімен тірі организмге абиотикалық және биотикалық факторлардың әсерлерін анықтау және бағалау. Кез келген тірі ағза бұл қоршаған ортаның өзгерісіне сезімтал келеді. Міне осы тірі ағзаларды бұл уақытта биоиндикатор ретінде пайдаланады. Қазіргі таңда біздің елімізде қаланың ауа бассейнін бақылау нәтижесінде ластанудың өте жоғары екендігі анықталып отыр. Яғни қазіргі үлкен ірі қалаларда шаң, аммиак, фторсутек, формальдегид, қорғасын, азот күкірт диоксидтерінің мөлшері өзінің шектеулі мөлшерлі концентрациядан жоғары екендігі дәлелденіп отыр. Биоиндикация бұл тірі организмдерді биологиялық жүйе көмегімен қоршаған ортаның әртүрлі факторлардың әсеріне бағалау және анықтау. Ал индикация деп отырғанымыз ортаның жағдайын индикатор өсімдіктер арқылы анықтау. Қоршаған ортаның ластануы бұл өсімдіктердің сыртқы жабынында да байқалады. Зиян заттардың әсерінен өсімдіктерде өзгерістер болады. Мысалға, кутикуласының қалыңдығы, жапырақтарда хлороз бен некрозың дамуы, жапырақтардың ерте түсуі, тағы басқалар. Кейбір өсімдіктер атмосфералық ауаның ластану дәрежесіне өте сезімтал болып келеді. Биоиндикаторлар ретінде, яғни жануарлар, өсімдіктер, бактериялар, вирустар, инфузориялар кеңінен қолданылады. Инфузориялар деп отырғанымыз бұл қоршаған ортаның ластануының улық дәрежесін анықтаудағы өте қолайлы объект болып саналады. Себебі бұларды зертхана жағдайында өсіру, тәжірибені жүргізу бұл салыстырмалы түрде жылдам жүреді және нәтижелерде жылдам алынады. Биоиндикатор негізінде бұл гректің сөзіне аударған уақытта бұл көрсеткіш, анықтағыш деген мағынаны береді. Яғни бұл ағзалардың бір жерде тұрақты мекендеуі, олардың сандары, құрылымы, дамуы, яғни сол ортаның жағдайларының көрсеткіші екен. Яғни осы биоиндикаторлар арқылы біздер сол ағзалардың сол ортаға бейімделуінің, яғни қасиеттерін анықтауға болады. Мысалға, балық пен қоректенетін құстардың бір жерге көптеп жиналуы, яғни судың сол бөлігінде балықтардың көп мөлшерде шоғырлануына байланысты, яғни олардың азығы қоректенуі. Ал ғарыштық зерттеулерде қазіргі таңда, яғни осы
ғарыш факторларының ағзаға тигізетін әсерін анықтау үшін жануарларды, өсімдіктерді немесе микроорганизмдерді биоиндикатор есебінде пайдаланады. Қылқанды ағаш өсімдіктері бұл биоиндикацияның қолайлы индикаторы болып табылады. Яғни бұл қылқанды ағаш өсімдіктері ортаның ластануына ерекше сезімтал екендігі анықталған. Қылқан жапырақтылар бұл Европа ормандары жағдайын бағалауда қолданылатын ең негізгі индикаторлары болып есептелінеді. Қоршаған ортаның жағдайын келесі бір шырша тұқымдас өсімдіктердің көмегімен анықтауға болады. Бұл ортаның ластануы шырша өсімдігіне қатты әсер ететіндігі белгілі. Яғни қоршаған ортадағы қолайсыз әсерлер, атмосферадан газдық құрамы бұл шыршаның көлемін, бұтақ беруін, қалыңдығын, ұзындығын, шишка беру санын кемітеді екен. Яғни шыршалар сонда жыл бойы биоиндикаторлар болады. Мысалы, мынандай біздер мысал келтіруімізге болады. Мына қаланың ішінде, яғни зауыт өндірістің аймақтағы, сосын қала сыртында таза аймақтағы шыршаның бұтағын алып, соған салыстырып талдау жасауға болады. Яғни арнайы лупаның көмегімен сол екі аймақтан әкелінген шыршаның инелерін қарап, оның ұштарында хлороз бен некроздың бар екендігін, олардағы зақымдануды анықтауға болады түстеріне қарап отырып. Сары, қоңыр, қызғылт, яғни бұл түстер сол ортадағы қолайсыз факторларға байланысты. Өлшегіш луп арқылы шыршаның бұтағын ұзындығын, енін өлшеп, оны миллиметровкаға түсіреді. Енді шырша инелерін тазалап, оларды арғай термостатқа салып кептіріп, құрғақ массасын өлшейді. Нәтижесінде лас зонада өскен менен сосын таза аймақта өскен шыршаның бұтағының, яғни өсу нәтижесі бойынша анықтауға болады. Яғни таза аймақта лас зонада өскен шыршаның бұтағының инесі 10 сантиметрге таза аймақта өскен шыршаның инесінен кем болады екен. Міне осылай біздер анықтау жұмыстарын жүргізуімізге болады. Бұл қарапайым әдіс, яғни лабораторияда, практикалық сабақтарда жүргізуге болады. Келесі бір қолданылатын тағы да бір индикаторымыз бұл қайың қарапайым. Бұл біздің еліміздің кез келген аймағында өседі. Бұл қарапайым қайың, мына жерде міне суреті берілген. Сонымен бірге индикаторлар ретінде өсімдіктердің жапырақтарын алуға болады. Ақ қайың, қарапайым, қарақатты, қыналарды қолдануға болады екен. Қышқылдарға көбінесе заттар мен қышқылдану процесін тез жүруі және қышқыл ортасының көбеюі әсер береді. Сонымен биоиндикаторлар бұлар ластанудың биологиялық маңызды әсерлерін анықтайды. Болып жатқан өзгерістердің жылдамдығын, экожүйелерде түрлі токсиканттардың жинақталу жолдарын, олардың қауіпті әсер қосылыстардың түрлерін анықтайды. Яғни ортаның фондық ластануы. Міне қазіргі уақытта мысалы кейбір қорықтарда жануарлар мен өсімдіктердің саны мүлдем азайып жойылу үстінде. Бұл ортадағы биоиндикацияға байланысты, яғни ортаның қолайсыз факторларына байланысты. Биоиндикаторлардың көмегімен, яғни мынадай жұмыстарды жүргізуге болады. Экологиялық жүйеде әртүрлі ластанулардың жиналу орындарын анықтауға болады. Қоршаған ортадағы болып жатқан өзгерістердің жылдамдығын бақылауға болады. Биоиндикатор арқылы тірі табиғат үшін сол және басқа заттардың қауіптілік деңгейін қарастыруға болады. Және экожүйенің ары қарай дамуын болжам жасауға болады. Сонымен студенттер, биоиндикация дегеніміз бұл қазіргі қоршаған орта жағдайын биоиндикатор ағзалар арқылы олардың даму ерекшеліктері бойынша бағалауға, яғни мүмкіндік беретін әдіс. Осыған сәйкес ортаның факторларымен тығыз байланыста болатын және факторларды бағалауға қолданылатын организмдер бірлестігін, яғни біздер бір сөзбен биоиндикаторлар деп атайды екенбіз. Биоиндикаторлардың негізгі ерекшелігі
қоршаған орта жағдайының барлық тірі организмдер үшін, соның ішінде адам үшін де қауіптілік дәрежесін анықтай аламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.